Саламатсыздар ма қыздар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Алдымен танысып алайық. Менің есімім Бағжан Дастанқызы, кәсіби фуд-флористпін. Және сіздер осы клубника в шоколаде, жалпы фуд-флористика саласына қызыққандықтан, осы менің тегін сабағыма жолдама алған болатын. Ендеше сіздерге қош келдіңіздер деймін. Сіздердің бұл алғашқы қадамдарыңыз. Бүгін сіздерге арнайы сабақ түсіргелі тұрмын. Яғни үй жағдайында осы кез келген дүкеннен алып бірден жасап көруге сіздерге арнайы сабақ түсірдім. Ол үшін бізге мысалы магазиндегі осындай Қазақстан шоколадын пайдаланып, қазір сіздермен бірге мен де бұл шоколадпен алғаш жұмыс жасап көрмекпін, қыздар. Негізі біз клубника в шоколаде жасау үшін осындай арнайы бельгийский немесе итальянский шоколадтарды пайдаланамыз. Бұл шоколадтарды өзінің арнайы техникалары бар. Шоколадпен жұмыс жасаудың 4 түрлі тәсілі бар. Оны курсымда мен толыққанды үйрететін боламын. Ал қазір үй жағдайында сіздер алғаш рет өз букеттеріңізді жасап көру үшін сіздерге бұл сала ұнай ма, қолыңыздан келе ма, қолыңыздан икемі келе ма, соны тексеріп көру үшін сіздерге осындай тегін сабақты шығарып тұрмын. Ендеше сабаққа кірісек, кез келген плиточный шоколадты магазиннен алып келесіздер. Және осындай пластиковый ыдыс керек болады. Іші құрғақ болсын. Жақсылап алдын ала сүртіп алыңыздар салфетканың көмегімен. Және плитка шоколадымызды бөлшектеп салатын боламыз. Негізі заказға жасайтын болсаңыздар, бұндай шоколад алған сіздерге тиімсіз болады, қыздар. Біріншіден бағасы, екіншіден бұл шоколадтармен жұмыс жасау қиынырақ болады. Себебі бұның құрамдарына бәрі бірде артық нәрселер қосылған. И оны қайта еріткен кезде ол клубниканың бетінде, мысалы біздің осы эксперттердің, мастерлердің жасап жүрген жұмыстарын қарасаңыздар, клубниканың шоколадтары гладкий, әдемі болып түседі ғой. Ал плитка шоколадпен жасайтын болсаңыздар, ол ондай ровно, яғни жұмыстарыңыз әдемі шықпайтын болады. Енді қазір мен де сіздермен бірге алғаш рет осы плитка шоколадпен жасап көрмекшімін. Яғни қалай болады екен, қазір сабақ барысында бірге жасап үйренеміз. Бұл сабақтың түсіргендегі мақсаты сіздер үй жағдайында барасыздар, дүкенге барып, осы плитканы алып, клубниканы әкеліп, просто жасап көресіздер, қолыңыздан келе ме, ұнай ма тексересіздер. Мен білемін, ең алғаш бастап жатқан адамдардың барлығында қорқыныш бар. Яғни мен қазір заттарын алам, потом қолымнан шыға ма, курстың бағасы қымбат, оны оқып алсам, бұл сала вообще ұнай ма дейтінде адамдардың сұрақтары іште болады, и сонда қорқыныштары болады. Сол қорқыныштарыңызға жауап ретінде мен осы сабақты түсірдім. Сондықтан сіздерге сәттілік, міндетті түрде жасап көріңіздер, өздеріңіздің іштегі сұраққа осы сабақ арқылы жауап алатын боласыздар. Бізге клубника керек болады. Клубника біз мынандай отборный клубникамен жұмыс жасаймыз, қыздар. Фрукты, овощ сататын жерлерден қарап көрсеңіздер болады, базардан қарап көрсеңіздер болады. Көп қалаларда осы клубника негізі табу қазіргі таңда өте оңай. Бізге Турциядан, Египеттен осындай клубникалар қазір прям идеальный клубникалар келіп жатыр. Вот размері осындай клубникамен жұмыс жасаймыз. Майда, бұлжырап қалған клубника бізге жарамайды. Осындай консистенциясы қатты, ірі болған әдемі көрінеді, егер заказға жасайтын болсаңыздар. Ал егер өздеріңізге просто жасап көріп жатсаңыздар, қандай клубника табасыздар, просто сомен жасап көрсеңіздер енді болады. Бірақ жұмсақ, көлемі кішкентай клубникалармен жұмыс жасаған қиынырақ болады, қыздар. Клубникаларыңызды жақсылап жуып алып келесіздерді, осылай жапырақтарын барлық жерін құрғатып сүртіп алыңыздар. Жалпы шоколадқа су тамса, шоколадтарыңызбен жұмыс жасау өте қиын болады, ол қатпай қалады, ол дұрыс консистенциясын сақтамайтын болады. Сондықтан жақсылап клубникаларды құрғатып алу керек. Мінекей осында қылы жұқпайтын орамалмен сүртсеңіздер жақсы, барлық суын тартып алады.
клубникамыз дайын. Енді шоколадпен қалай жұмыс жасаймыз десеңіздер, қыздар, осындай пластик ыдысқа салдық, оны майдалап сындырдық и микроволновканың көмегімен ерітетін боламыз. Егер сіздердің үйде микроволновка жоқ болса, водяной баняға салып ерітесіздер. Водяной баня дегеніміз осы шоколадтың ыдысы бататындай, бұдан үлкенірек ыдысқа суды қайнатасыздар и судың градусын, яғни газды ең төменге бұрап қоясыздар ғой, баяу отқа қойып қоясыз и суыны жай қайнап тұрады, соның үстінен шоколадты апарасыз. 10-15 секунд ұстап тұрасыз да, қайтып судан шығарып, қасықпен араластырып аласыз. Қайтадан 10-15 секунд санайсыз да, қайтадан алып араластырып, солайынан водяной баняда шоколадты ертіп жұмыс жасасаңыздар болады. Ең оңай, ең тиімді способы, яғни тәсілі бізде ол микроволновкаға, яғни шоколадты саламыз. Ең алғаш салғанда 30 секундқа салсаңыздар болады. Жалпы шоколад бірден 1 минут, 2 минутқа салып жесеңіздер, шоколадтарыңыз кәдімгідей күйіп кетеді. Күйген тамақ сияқты шоколад та солайынан күйіп кетеді, қыздар. Сол үшін импульсный движенияда, яғни аз-аз уақытқа салып, сіздер алып араластырып тұруларыңыз керек. Микроволновканың толқындары, егер сіз араластырып тұрмасаңыз, бір жерге ғана барып тие береді, и сол жердің шоколад күйіп кететін болады, и ол жұмыс жасауға жарамай қалады. Сондықтан міндетті түрде аз ғана уақытқа салып еріткендеріңіз дұрыс. Бізде қазір 30 секундта шоколадта особо ештеңке өзгерген жоқ, тек түп жақтары ғана енді еріп келе жатыр. Қазір мен тағы да 30 секундқа саламын. Дальше букет жасауға бізге, қыздар, осындай шпажкалар керек болады. Бұл шпажкаларды хозяйственный заттар сататын, подарочный заттар сататын жерлерден, кондитерский магазиннен таба аласыз. Букет жинауға бізге 30 сантиметрлік шпажка керек болады. Қазір. Уже біздің шоколадымыз кішкене еріп келе жатыр, қараңыздар. Мен ешқандай пирометрдің көмегімен, яғни градусын өлшемеймін. Дәл сіздер қалай үйде жасайсыздар, солайынан жасап сіздерге көрсетпекшімін. Үйде жасағанда қалай шығатынын. Негізі осында пирометр деген аспап бар. Бұл шоколадтың температурасын өлшеп тұруға керек. Жалпы шоколадпен жұмыс жасаған кезде градусын өлшеу өте маңызды. Шоколад, яғни ысып кетсе, қатпай қалады. Ал қазір біз үй жағдайында қалай шығады, плитка шоколадпен қалай шығады, соны сіздерге көрсетемін. Міне, бізде шоколад, қыздар, почти дайын, қараңыздар, уже еріп тұр. Енді мен тек 10 секундқа қазір саламын. Уже ерген сайын өте аз уақытқа салуыңыз керек. Көп уақытқа ұстап қойсаңыз, шоколадыңыз жұмыс жасауға жарамай қалады. Міне 10 секундқа салдым. Міне шоколадтың консистенциясы, қараңыздар, осылайынан болу керек. Көрдіңіздер ме? Қоймалжың осындай болу керек. Енді бұл қазір клубникаға батырған кезде қалай қатады, мен оны білмеймін. Бірге жұмыс барысында көретін боламыз. Ал негізі мынандай кондитерский, бельгиялық шоколадты көрсеттім ғой, сонымен жұмыс жасағанда оны арнайы темперировать ету керек, немесе бізде арнайы рецепт бар шоколадпен жұмыс жасауға. Яғни шоколадтың құрамына бір секретный ингредиент қосады, сонымен жасау арқылы сіз жаз мезгілдері 40 градус ыстықта да клубника в шоколаде идеальный түрінде клиентке доставка жасай аласыз. Жалпы жаңа айтқандай, шоколадпен жұмыс жасаудың 4 түрі тәсілі бар. Оны толық курста үйретемін. Міне, қыздар, мынау бізде шоколадтың уже консистенциясы дайын. Енді біз қазір клубникамызды шоколадқа батыратын боламыз. Жалпы 100 грамм шоколад өте аз екен. Егер үйде жасап көрсеңіздер, бір 200 грамм шоколадты еріткендеріңіз дұрыс, клубникаларыңыз бату үшін. Мен қазір өзімде кішкентай клубникаларды алдым, сіздерге көрсету үшін, тек жұмыс барысын.
осындай арахис посыпкасын таңдадым. Посыпка себу, қандай жасау, ол өз еріктеріңізде жалпы. Енді мына жерде шоколад аз болып тұрған соң, бір жерге осылай үйіп аламыз шоколадты. Бір қолмен осылай ұстап тұрып, клубниканы батырамыз. Міне қыздар, батырған соң жақсылап сілкіп жібересіз, артық шоколадтар түседі. Бір жағынан шоколадыңыз экономный болады, бір жағынан клубникаларыңыз әдемі шығатын болады. Қазір мен жартысын без посыпки, жартысын арахиспен жасап сіздерге көрсетіп, букетті тез жинап жіберейік. Дәл осылай алғашқы букеттеріңізді жасап көретін боласыздар. Шоколадқа бірден батырған соң, қандай посыпка себесіз, соны бірден малған дұрыс, яғни сепкен дұрыс. Шоколад қатып қалса, нелеріңіз, посыпкаларыңыз жабыспай қалады. Жалпы клубниканың түбі орта тұсы қатты болады, сол жерге дәл ортасын дәлдеп шпажканы тығу керек. Сосын бұлайынан ұстайсыздар, жақсылап клубниканы сүртесіздер, сосын шоколадқа батырамыз. Міне барлық клубниканы дәл осылай батырып шығамын, қыздар. Мен дальше қазір барлығын батырғанша дейін кадрды тез айналдырып жіберетін болам, себебі ары қарай дәл осы әдіспен барлық клубниканы батырып шығамыз. Міне қыздар, біз клубникалардың барлығын батырып шықтым. Менде так 3, 6, 13 клубникаға ғана жетті, 100 грамм шоколад. Және мына жерде баяннан қалды, уже бұған клубника батырылмайды. Міне қарап тұрсаңыздар, соңғы клубникалар уже мынандай болып кетті да, дұрыс гладкий болмай тұр шоколадымыз. Жалпы қарап шықсам, шоколад бұлай қатқан сияқты. Бұның өзінде де сіздер енді мен айтқандай импульсті неде, темпте, микроволновкаға аз уақыттан алып ертсеңіздер, шоколадтарыңыз осылай қатады. Егер сіздер бағанағыдай білмей, мен айтқанымды естімеген болсаңыздар, оған дейін өздеріңіз жасап көрген болсаңыздар, бұл қателіктер сіздерде болған шығар, яғни шоколад қатпай қалады, егер шоколадтарыңызды қатты ысытып жіберсеңіздер. Енді осы жасаған клубникамыздан мен сіздерге қазір букет жинаудың ең оңай техникасын көрсететін боламын. Сол техника арқылы алғашқы букеттеріңізді жинап көретін боласыздар. Бізге осындай жіңішке скотч жарайды, қыздар. Мынау примерно 1,5-2 сантиметрлік скотч алсаңыздар болады. Дальше енді букетті жинаймыз, ортасына бір клубниканы осы шпажканы дәлдеп аламыз, екіншісін осыған былай X қылып қоямыз. Мынау қиылысқан жерде тұр ғой, осы жерді былай скотчтайсыздар, қыздар. Скотчтаймыз. Келесі клубниканы, мынау шпажка қиылысты ғой, соның астында мынандай ойық тұрады, міне бос орын тұрады. Осыған келесі шпажканы былай кіргізіп тұрып, орнына қойсаңыздар, клубникаларыңыз бір-бірінің орнынан шатасып, орындары не істемейтін болады, ауыспайтын болады. Және скотчтаған кезде дәл сол қиылысқан жерден скотчтап, жақсылап тұрып біріктіру керек. Бос болып жиналып қалмасын, бос болып қалса, букеттеріңіз дұрыс жиналмайтын болады. Клубникаларыңыз бір-бірінің орындарын алмастырып кетеді, клубникаларыңыз жоғары шығып кетеді, қатты қыс жерсеңіздер де. Сондықтан мынау астыдан қысып, жоғарыдан қысып, букетті жинауға болмайды. Скотчты қатты клубникаға қарай жоғары жинауға болмайды. Прям
ортасынан сәл төмен жинасаңыздар букеттеріңіз әдемі жиналады. Енді қараңыз, келесі әр шпажканы салған сайын осы астына қарасаңыз өзінде мынандай қуыс тұрады. Осы қуысқа шпажканы бұлар қою арқылы, міне қуысқа шпажканы қою арқылы сіз жаңағы қиылысқан жерден тағы да бірнеше рет осылай скотчта жібересіздер. Дальше келесіні қоямыз. Осылай әр шпажканы қояр кезде дәл өзінің орны табыла қалады. Мына жерде қуыс болып тұрады өзінде. Сол қуысқа просто қоясыз да скотчтай бересіз. Бұл букет жинаудың ең оңай тәсілі. Яғни мен алғашқы букеттерімді осы тәсілмен жинайтынмын. Қазіргі таңда мен 8 түрлі техникасын үйретемін букет жинаудың. Өз аяғында тұратын, жататын, үлкен гигант букеттер, гүлмен жұмыс жасайтын. Неше түрлі, сол 8 түрлі бір клубника в шоколаденің букетін жинауды 8 түрлі техникасын үйрететін болам. Сол арқылы букеттеріңіз идеальный болатын болады. Ал мынау сабақ сіздерге алғашқы букеттеріңізді жасап көру үшін, сіздерге бұл сала ұнай ма соны көру үшін арналған қыздар. Яғни қорқыныштарыңызды сейілту үшін. Особо бұл қиын дүние емес. Кішкене қолданыздың икемі болса және желанияларыңыз болса, спокойно жасайсыздар қыздар. Мысалы сабаққа, курсқа келгенде толық уже техникаларды, шоколадпен қалай жұмыс жасау керек, букетті қалай жасау керек, барлығын үйреніп аласыздар. Бұл бизнеста ең негізгісі сіздер сата алу керексіздер. Яғни сатып, бизнесті жүргізіп, реклама жіберу. Букеттерді жасау ең оңай нәрсе деп айтамын бұл жерде. Дальше сіздер бизнесті жүргізуді білулеріңіз керек. Негізгі жұмыстарыңыз да сол болады. Яғни сату, реклама жіберу, Instagram болатын болады. Ал мен курсында соның барлығын толық үйрететін боламын. Сіздер мысалы жасай алам ба деп осыға дейін қорқып жүрсеңіздер, осылай жасап көріңіздер. Уже қолданыздан келе ма, сізге бұл шоколадпен, клубникамен жұмыс жасаған ұнай ма соған жауап аласыздар. Сіздердің екінші қорқыныштарыңыз білем, клиентті қайдан алам, заказ бола ма деп қорқасыздар. Соған менің жауабым. Менің бүкіл Қазақстан бойынша шәкірттерім өз заказдарын қабылдап табыс тауып жатыр. Мен және менің шәкірттерім сіздерге мысал ретінде бізді көрсете аламын. Мысалы ауылдық жерде қыздарым менде кем дегенде 200-300 мың табады. Қалалық қыздарым 4 миллионға дейін табыс тауып жатқан қыздар бар. Сондықтан оның барлығы сіздердің дальше әрекеттеріңізге байланысты. Мен қадам-қадам бойынша қалай жасау керек, қалай сату керек, барлығын үйретемін. Дальше өзіңіз қалай алып кетесіз, соған байланысты қыздар. Міне мен букетті жинап болдым. Енді скотчты кесеміз. Яғни клиент табудан проблема болмайды. Курста мысалы таргет жіберудің өзін с 0-15 сабақ арнайы таргетолог маманнан үйретілетін болады қыздар. Букетті жинадым. Клиентке осы букет әдемі, қоқым бетіне түспей, шаң тозаңсыз әдемі жету үшін міндетті түрде бетін осындай прозрачный пленкамен қаптайсыздар қыздар. Бұл пленканың аты слюда деп аталынады, немесе упаковочный пленка. Жалпы бұны упаковка сататын жерден немесе, мысалы сіз қазір үйде әшейін алғаш бір букетті жасап көру үшін алғыңыз келсе, гүл сататын жерден барып осылай кішкентай ғана өлшемде 50 сантиметрден алсаңызда сізге бір букетке жеткілікті. Мен қазір өте үлкен қылып кесіп қойдым. Жалпы букеттің размеріне қарай бұны кесетін боласыздар. Көріп тұрғандарыңызда, как чупа-чупс сияқты осы пленкамен букеттің бетін орайсыздар қыздар. Дальше скотчтаймыз. Скотчтады. Скотчтап болған соң скотчымызды теріс қаратасыздар да жабысқақ жағын сыртқа қаратып, тағы да бір упаковканың сыртын айналдырып шығасыздар. Қазір букеттің сыртына орайтын упаковкамыз осы скотчқа жабысып, жақсы орналасатын болады. Міне біздің букеттің основасы, яғни жалпы қаңқасы дайын. Енді сыртқы упаковкасын қазір орауды тоже көрсететін болам. Тез-тез, яғни сіздер алғаш жасағанда осылай орап көре салсаңыздар болады. Ал жалпы упаковка ораудың да неше түрлі техникасы бар қыздар. Так, қазір қайдасақ. Осылайынан
Мынау лист упаковка сататын дүкендерде сатылады, және гүл сататын жерден осылай штуктап сатып алсаңыздар болады. Алғаш букет жасап көруге, немесе үйлеріңізде бұрын гүл алған болсаңыздар, соның упаковкасын үйде сақтап қойған болсаңыздар да, соны алғашқы букеттеріңізге пайдаланып көрсеңіздер болады. Жалпы осындай бір торгөзді біз қазір екіге бөлеміз. Және осыны тағы да бүктейміз де, яғни бір листті біз 4-ке бөлеміз. Міне біздің неміз дайын. Енді ең қарапайым түрінде көрсетем. Мынау 4 бұрыштыны осылайынан айқастырасыздар. Міне просто осылай айқастырамыз. Артық ештеңке жоқ. Осылайынан букетке қоямыз. Ең оңай және аз упаковка кететін тәсілін көрсетудеміз сіздерге. Осылайынан екі жағына скотчтайсыз. Келесі упаковка, келесі листті тоже солайынан бүктейсіз. Екінші жағына орайсыз. Мына упаковка равномерный өстіп айналып орналасу үшін ең алғашқы салынған листтің астына мына соңғы листті сал жерсеңіздер, кругтарыңыз әдемі жинақты болып шығатын болады. Міне бізге мынау кішкентай ғана букетке осындай 2-ақ торгөз кетті, және астыңғы жағын қазір тоже осындай упаковканың пайдаланамыз. Осылайынан қоясыздар, аяқ жағын былай бүктеп жібереміз. Міне қыздар, осылайынан бізде шағын кішкентай букет шықты. Осы букеттің астына қазір лентаны тағамыз. Жалпы букет жинаған кезде сыртқа андай скотч, степлер сондай көрінбеуі керек. Әдемі көріну үшін. Сондықтан осылай бірден біз лентамен байлаймыз. Міне қыздар, осындай шағын енді букет шықты. Бұл жерде үй жағдайында плитка шоколадпен біз осындай кішігірім букетті жасаған болатынбыз. Дәл осылай алғашқы букеттеріңізді жасап көріңіздер. Сізге бұл букет жасау процесі ұнаса, яғни мен үшін бұл өте андай миым тынышталатын медитация ретінде, яғни мен өте қатты жақсы көремін. Осындай әдемі нәрселерді жасауды. Егер де сіз де солай жақсы көрсеңіз және сол сізге ұнайтын іс арқылы табыс тапқыңыз келсе, мен сіздерге с нуля осы букетті жинаудан бастап бизнесті толық жүргізуді өзімнің авторлық 1 айлық курсымда үйрететін боламын. Ендеше жасап көріңіз, сізге ұнаса өзіңіз шешім қабылдаңыз. Сіз тараптан шешім қабылдап, яғни мен осы саланы таңдадым, ары қарай бизнес қылып жүргіземін деп маған шешім қабылдап келетін болсаңыз, мен сізге түбегейлі с нуля шаг за шагом осы бизнесті жүргізіп, кем дегенде 300 000 теңге табыс табуды үйрететін боламын. Ендеше назарларыңызға көп рахмет, барлықтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.